Тарихты білмей болашақта болжау мүмкін емес. Қазақ халқының маңызды тарихи оқиғаларымен, тұлғаларымен және табиғи мұраларымен байланысты болғанымен, интернеттің дамуына қарамастан көпшілік үшін белгісіз болып қала береді. Неліктен біздің ата-бабаларымыз олардың қасиеттілігіне сенді және киелі жер, көш орны деп атады. Біздің шағын экскурсиямызды бастайық. Малбай көлі Павлодар облысындағы ең жұмбақ орындардың бірі. Жергілікті аңыздардың бір нұсқасы бойынша көлдің жанында қоныстанған бір әулеттің тектің атымен аталған. Екінші нұсқасы батырдың құрметіне, ал үшінші бір кездері көптеген табындар жайылып жүрген бай жерлерге байланысты аталған. Ал халық аңызында көл жерден шыққан деп айтылады. Қатты құрғақшылық кезінде бай Малбай су рухының қызы жұбайынан көмек сұрады. Жұбайы әкесінен қолдау сұрайды, бірақ күйеуінен құдықты белгілі бір жерде қазып алмауын талап етеді. Алайда Малбай уәдесін бұзып, үлкен құдық қазуды бұйырды. Содан кейін ер адамның өзі және оның барлық байлығы су астында қалады. Содан бері оның жары құсқа айналып, құстармен бірге көлге ұшады. Бұл су қоймасында құстарды атуға болмайды деген сенім бар. Мұртты қорған. Дәл осылай Торайғыр ауылынан 2 шақырым жердегі ерекше құрылымды қорғандар кешені аталып кеткен. Қорған біздің дәуірімізге дейінгі 8-7 ғасырларға диаметрі 12-8 метр болатын 20-дан аса тас қорғандармен тізбектеле орналасқан. Бірнеше мың жыл бұрын бұл археологиялық орын тек жерлеу орны ғана емес, сонымен бірге ғибадат ету нысаны ретінде қызмет еткен. Тас құрылысты обсерватория ретінде пайдаланған деген болжам бар. Ғалымдар әлі күнге дейін Торайғыр сақ қорғандарын зерттеп, осы жұмбақ жердің құпияларын ашуды жалғастыруда. Ғибадат орындары болып табылатын діни нысандар. Ғабдул-Уахид Хазірет кесенесі. Бұл жерде адамдар өздеріне және жақындарына денсаулық тілеп келеді. Соңғы уақытқа дейін Ғабдул-Уахид Хазірет кесенесі туралы жергілікті тұрғындар ғана білгенімен, бірнеше жылдар бойы ол аймақтан тыс қар жерлерге танымал болды. Ғабдул-Уахид Хазірет адамдарға әсер ететін ерекше табиғи қасиетке ие болған. Ол дұғалармен емдеп, болашақты болжады. Барлық мұқтаж адамдарға көмектесті. Сондықтан да оны адамдар әулие ретінде құрметтеді. Жергілікті аңыз бойынша кеңес үкіметі жылдарында НКВД қызметкерлері Хазіретке бір шағымнан кейін келіп, оның намаз оқып жатқанын көрген. Біреуі Құран парақтарын жыртып, одан папирос темекі жасапты. Оның екі беті бірден қисайып кеткен екен. Қалған екеуі Ғабдул-Уахидты орманға атуға алып келді. Өлмес бұрын оған намаз оқуға рұқсат етіпті, бірақ айтылған дұғадан кейін мылтық атылмапты. Ал жазалаушылардың бірінің қолы толығымен сал, паралич болып қалған. Осыдан кейін Хазіретті қайтыс болғанға дейін ешкім мазаламаған деген сөз бар. Естай Беркімбаевтың зираты. 2018 жылы Павлодар облысында көрнекті әнші және ақын, импровизатор Естай Беркімбаевтың 150 жылдығы аталып өтті. Біржан Сал мен Ақан Серінің ізбасары, оған Қорлан әні кеңінен танымалдыққа келді. Бұл әннің негізінде шынайы және әдемі махаббат тарихы жатыр. Нәтижесінде ақын шығармашылығының шыңына айналған шығарма пайда болды. Бұл әннің әуені Мұқан Төлеубаев пен Евгений Брусиловскийдің Ер тарғын операларында қолданылды. Халыққа танымал болуының арқасында Естай Беркімбаев Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері атағын алды. Қазақстан композиторлар одағының алғашқы мүшелерінің бірі болды. Оның қабіріне кесене тұрғызылды. Онда жас музыкалық дарындар шабыт іздейтін кем дегенде бір рет болғысы келеді.
Павлодар облысы мен Қазақстан үшін тағы бір тарихи маңызы бар жерлеу орны Қосым Пішембаевтың бейіті. Белгілі қазақстандық кенші бірнеше кен орындарын ашты. Алайда оның өміріндегі ең бастысы 1895 жылы екібастұз көмірінің бай тарихы болған көмір кен орындарының ашылуы болды. Жүздеген туристер Қосым Пішембаевтың жерленген жеріне келіп дұға етеді. Әрине олардың көпшілігі геолог ретінде өздерінің тағдырлы жаңалықтарын жасағысы келеді. Қалмақ қырған жер. Май ауданы Ақшиман ауылының жанындағы шағын шоқылар дәл осылай аталады. Бұл таулар қазақтар мен жоңғарлар арасындағы басты шайқастардың бірінің аренасына айналды. Бұл көп жылдық қарсыластық жолын бұзып, сарыарқаның тағдырын алдын ала анықтады. Бірнеше жыл бойы ғалымдар осы аймақта археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп, ежелгі артефактілерді де осы жерде болған соғыс қимылдарының іздерін табуда. Бұл Павлодар Ертіс өңірінің киелі жерлерінің аз ғана бөлігі. Өңірдің қасиетті жерлер картасына қазақ халқы үшін қасиетті 46 орын кіреді. Құлан әулие үңгірі, Ақбура әулиелерінің орны, өлеңті жазбалары, Үміт апа кешені және басқа да киелі орындар әлі күнге дейін елдің түкпір-түкпірінен ғалымдар мен туристердің назарын аудара отырып, өткеннің құпияларын сақтайды. Кім біледі, мүмкін сіз осы құпиялардың біреуін шеше аласыз.